Үш топқа қиылған мозаикалардың фотосын жүретін, осының суретін құрастырып шығарамыз. Содан кейін ғасырда қойылған архитектуралық ғимарат. Кесененің шекелінде бөлмелері күндердің сүйектері қойыла бастады. Жолбарыс хан, Абылай хан, Төңке ханның немересі Бабыр хан, Жолбарыс батырдың сүйектері. Үшінші сұрақ. Мұхаммед Яссауи кесенесінің биіктігі ұзындығы қанша? Биіктігі 5 метр, ұзындығы 65 метр. Жақсы. Екінші топ сіздер сұрақтармен қосылады. Тайғазанға анықтама бер, Тайғазан Түркістан қаласы орналасқан Мұхаммед Яссауи кесенесінде 6 ғасырлық тарихы бар қазан. Оны Әмір Темірдің бұйрығымен салынды. Әмір Темірдің бұйрығымен салынған Түркістан қаласында орналасқан ең үлкен қазан не? Тайғазан. Екінші. Тайғазанның қысқаша тарихы. Тайғазан 1399 жылы Әмір Темірдің бұйрығымен 21 маусымда салынған болатын. Және де ол Түркістанның батыс жағында 27 метр шақырым жерде салынған. 1935 жылы Санкт-Петербургтағы Иран шеберлерінің 3-ші жиналысына алынып, Эрмитажда жарты ғасыр тұрып 1989 жылы қайтарылды. 89 жылы елімізге қайтадан Тайғазан қайтарылып, Түркістан қаласынан қойылды. Оны тарихтан ақылымыз. Тайғазанға сипаттама берді. Тайғазан жеті асыл металдардан қоспалардан құйылған. Оның биіктігі 1,60 метр, сыйымдылығы 3 миллилитр, салмағы 2 тонна, тұғырының биіктігі 0,1 метр, ал диаметрі 3 метрге жуық. Жақсы. Демек, Тайғазан біздің ең үлкен қазан. Оған 3000 литрға дейінгі ас құйылуға болады жерге. Оның салмағының өзі қанша? 2 тоннадан астам. Үшінші топ сіздерге берген кесене тапсырыңыздар. Айша Бибі сұрақтарыңыз. Айша Бибі кесенесіне пайғамбарда салынған. Ол яғни Айша Бибі 11-12 ғасырларда, яғни Қарахан мемлекеті өмір сүрген. Айша Бибі кесенесі қай жерде орналасқан? Менің ойымша Жамбыл облысы, Жамбыл ауданында Айша Бибі ауылы. Тараз қаласынан 6 шақырым километр жерде осы Тараз қаласының бөлінген болса, Айша Бибінің ең дәуірін дейіз кесенесі орналасқан. Тағы? Айша Бибі ескерткіші туралы аңыз қандай? Аңызға сүйенсек, Айша Бибі Қараханның сүйіктісі болған. Сол Айша Бибі Қараханға баратқан жолында оны жылан шағып өлтіреді. Және сол жерде Қарахан Айша Бибіге арнап кесене салынған. Ол біз тарихтан білетін аңызымыз әйелдің сабағында тарих сабағында тарихы, қобыздың тарихы, мысалға Жошықханның баласының өлімі, домбыраға қорғасының қууы, мұның барлығы немен байланысты? Біздің ерте дәуірдегі аңыздарымыздың өзі осы біздің ұлттық аспаптық музыкаларымыздың қалай пайда болғандығымен байланысты. Қазір сіздерге видеоны қосылып сабақтың мақсаты, жалпы балалар бүгінгі айтып өтейін, сабақтың мақсаты бізде аннотация және жазу жалпы мақсаты оқымыстырды. Сөз бойынша бірінші топ ол шекті сыныптар ол аты айтып тұрғанда ол шекті арқылы сыныптарды айтамыз. Ал екінші ол үрмелі аспаптарға ол біз дейтін яғни ауызбен үру арқылы аспаптар айтамыз. Мысалға, мына жерде үрмелі аспап, шекті аспаптарға және қобызды алуымызға болады, оны істейік, тартулар болады. Не болмаса, міне, домбыраны ала аламыз, домбыраны не істейік? Шерту арқылы. Тағы күн толықтырды. Тағы да ұрмалы аспаптар, оларды ұлу немесе сыпу арқылы орындаймыз. Мысалға, қандай аспаптар? Шында ұлу, дабыл, тағы бір түрі тілшелі музыкалық аспаптар, олар ерін мен тіспен өзінің демалу арқылы, тілшелі қағу арқылы орындалатын музыкалық аспаптар, олардың мысалы сыбықты. Жақсы. Тағы барға толықтырады. Кім толықтырайды? Мысалы, шеттегі музыкалық аспаптарға қобыз, домбыра, шекеле және тағы да басқа аспаптар жатады, ал үрмелі музыкалық аспаптарға сырнай және тағы да басқа. Жақсы, отыралым.
Болдық па бірінші топ? Жақсы. Екінші топ. Кім айтады? Қазақ тіл ұлттық аспаптары бізді басқа ұлттардан қолданыста қолданып жүрген мысалы малдарды қорқыту және тағы басқалары. Сондықтан да біз осы нелерімізді, аспаптарымызды құрметтеп тарихи мұра ретінде өсіру керекпіз. Тағы бар ма? Қосатындарыңыз бар ма? біздің ұлттық аспаптарымыздың барлығын басқа ұлттарға насихаттап өзіміздің ерекшеліктерімізді көрсетуіміз керек. Biz екінші топқа береміз, себебі олар нақты және жүйелі түрде жеткізе алды және просто мәліметтерін айтып өтті, жаңа Алинаның, Абекенің, Жанасының ақпараттары. Жақсы. Келесі тапсырма балалар, бізде оқулықпен жұмыс болады. Оқулықтағы өзіміздің 135-ші беттегі 3-ші тапсырмаға қараймыз. Яғни мәтінді оқып, құрылым мен тілдік ерекшелігін талдаңдар, тақырыпқа қатысты тілдік оралымдарды жіктеңдер депті. Келесі слайдқа ашып қойшы. стиль, сосын қандай, солай категория. Тақырыбы ортмалы шулы аспекттарға байланысты ұсынымдар. Жалпы бізге берілген мәтінде негізі публицистикалық стильде жазылған. Жақсы. Тағы қосатындарыңыз бар ма? Жақсы. Екінші топ дайын. Жорықтық және тұрмыстық шаруашылық деп үшке бөлінеді. Әрқайсысының қолданысы типіне қарай жіктеліп, түрлі заман зардабының рөлін шерткен. Орыс тілінде Музыкальная культура Казахстана характеризуется наличием большой группы народных инструментов, при помощи которых мы олицетворяем свой казахский народ. Жақсы. Ал нақты мәліметтерді айтты, мәтіндегі. Жақсы. Ал үшінші топ. Біздің ойымызша екі топта жақсы өз тапсырмаларын орындады, сондықтан екі топқа береміз. Екі топқа да бересіздер. Жақсы балалар. Жаңа мәтінге байқап отырсаңыздар, бізде көбінесе оркестрлерде соларда ойнап тұрады. Біздерде күнделікті өмірде бұның дауысын ести береміз. Әлі сіздің музыкалардың дауысы қойғанда бұлар соғып тұрады. Бұл таяқтың, бұл домбыраның аспаптың аты аса таяқ деп аталады. Және бұның да көптеген аса таяқ, бұл таяқ деген сияқты түрлері кездеседі. Бұларды көбінесе филармонияларда ойнайды. Үшінші бұл қазақтың дәстүрлі аспабы. Бізде қазақта да сөз қалыптасқан, нағыз қазақ емес, нағыз қазақ домбыра. Яғни қос ішекті аспаптың түрі. Домбыраның ішегінің өзі екі, кейде үш ішекті болып та келе береді. Және де домбыраның несі болады? Тиегі болады. Осы арқылы оның пернелері де көп болады. Осы арқылы оның дауысын шығаруға болады. Оның қалған уақытта оқып бастаймыз. Аңыздардың өміріне қандай қатысы бар екені анықталған. Этнографиялық аспаптардың қандай мақсатта қолданылатыны анықталған. Жақсы. Бірінші топқа береміз. Бірінші топқа бересіздер. Бізде екінші топ береміз. Барлығы